Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіңілім екеуміз Мегаға барып киім алайық деп шештік. Бірінші гардеробқа барып курткаларымызды шешіп алдық та, одан кейін Вайкикиге кірдік. Вайкикидің ішін аралап, осындай бір блузка тауып алдық. Соны алып, шалбар керек болған, соны іздедік, таппадық. Одан кейін дальше Катонға бардық. Катонның ішін аралап жүріп, бір рубашка мен бір шалбар алып алдық. Ешқандай выбор жоқ, әрең тауып алдық қой сол шалбарды. Сонымен шығып келе жатқан едік, осындай Мега деген жаңа жылға бір нәрсе 500 000 теңгеге өзің қалаған бір арманыңдағы затың жазасына мына ящиктің ішіне салып кетесің. Өздері звондаймыз деп айтты ғой, номеріңді қалдырып кеттік. Сонымен мына жерлерді бүйтіп қарап жүрдім, жаңа жылдық атмосфера күшті болып тұр екен Меганың ішінде. Сонымен мына жерде бір нәрсе айтып жатырмын ғой. Ана жерге жазғанымызды, қазір дальше көйлек іздейтінімізді айтып жатырмын ғой мен. Сонымен дальше көйлек іздеп дефактаға бардық. Дефактаның ішін аралап, ешқандай киім таппай, сонымен қой үйге қайтайық дедік. Ақыры келіп қой Мегаға Джекастың мороженое жеп кетейік деп, бәріміз мороженое алып алдық. Дәмі күшті енді Джекастың мороженое. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.